Сәлеметсіздер ме? Қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағзаға пайдалы иммунитетті көтеретін дәруменнің көзі тапа нан пісіреміз. Бұл нанның ерекшелігі ұнында. Бұл нанға пайдалы ұн қосамыз. Құрамына бетіне себуге дәндер, жұмыртқа, май, миндаль ұны және бес-глютен ұн. Бұл ұндар асқазанға жеңіл барып, ауырлық түсірмейді, оңай қорытылады, асқазанға барып жата қалады. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, су, ұн қосып, жұмсақ масса жасаймыз. Тапамызға салып, пешке жарты сағатқа қалдырамыз. Қызарғанда алып, 5 минут суытамыз. Ыстықтай кеспейміз. Дәл осындай ағзаға пайдалы, дәруменге бай тағамдарды іздесеңіздер, менің YouTube каналыма жазылыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ас болсын!